Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын, әрі оңай жасалатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен керекті заттарымыздың барлығын дайындап алатын боламыз. Ең алдымен етімізден бастаймыз. Бірінші орында етімізді турап дайындап аламыз. Қалауларыңыз бойынша осылай видеодағыдай ұзынша етіп, немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тура берсеңіздер болады. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көріңіздер, және де міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алдын ала баршаңызға үлкен рахмет. Міне осылай кезегімен барлық заттарымызды видеода көрсетілгендей етіп турап дайындап алатын боламыз. Міне барлығын турап дайындап алдық. Келесі кезекте қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Бұл жерде кинза және де зира ұнтағы және де тұз. Және осылай укроптың азғана бөлшегін алып, үлкен жаңағы қатты жақтарын алдын ала турап дайындап қоямыз. Оны тамаққа қосып жіберетін боламыз. Қызып тұрған қазанымызға бір ожау майымызды құятын боламыз. Және майымыз қызған соң, үстінен етімізді салып қызарғанша қуырамыз. Етіміз кішкене қызарған соң, үстінен осылай чесногымызды салып жібереміз. Оны да жай ғана азырақ қуыратын боламыз.
үстіне пиязымызды саламыз. Оны да осылай сарғайғанша әдемі етіп қуыратын боламыз. Осылай сарғайған соң үстінен сәбізімізді салып қуырамыз. 1-2 минуттай ғана қуыратын боламыз, көп қуырмаймыз. Бұл жерде ең маңыздысы етті жақсылап қуырсаңыздар жеткілікті. Міне осылай қызанағымызды саламыз. Осылай бетін жауып тұрып 1-2 минуттай қуырамыз. Және үстінен 1,5 стакан немесе 1 стакан көлемінде су құятын боламыз. Және де жай отта 30 минуттай қайнататын боламыз. Дәмдеуіштерді осы кезде салып жіберетін боламыз. Табамызға жарты ожауда май құятын боламыз. Және осылай кішкене ғана қыздырып, жуылып тазаланған осы күрішімізді салып, үстінен аз ғана тұз салып жібереміз. Және жақсылап араластыратын боламыз. Үстінен 1,5 стакан су құйып қайнатамыз. Күріштің суы тартылғанша. Не осылай күріштің суы тартылғаннан соң жақсылап араластырып жіберіп, ортаға жинап, арасынан кішкене тесікшелер ашатын боламыз. Міне осымен бетін 20-30 минутқа жауып, күрішімізді бөлек пісіретін боламыз. Және бұл жерде бізде подливамызды жарты сағаттай қайнатып болған соң, осылай үстінен картопымыз бен укропымызды салып, тағы да 20 минуттай картоп піскенге дейін жай отта қайнататын боламыз. Картопты салған соң бірінші бұрқ еткізіп бір қайнатып аламыз. Осылай бір қайнатып болған соң, бетін барлығын жауып, 20-30 минутқа демдеп қоятын боламыз. Сол кезде картошкаңыз езілмей, әдемі біркелкі болып шығатын болады. Міне бұл жерде барлық масалықтарымызды дайындап алдық. Ендігі кезек қалауларыңыз бойынша дастарханға тартсаңыздар болады. Міне осылай қалауларыңыз бойынша сәндей берсеңіздер де болады. Құрметті көрермендер, осымен біздің асымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.